Мен Ибраева Аружан, Николай Островский атындағы қалалық кітапхана ұйымдастырып жатқан мен кітап және уақыт атты жобасына қатысып отырмын. Сол жоба аясында өзімнің оқыған кітабым жайлы айтып өтсем. Мен Сәкен Жүнісовтың 1965 жылы жазылған «Жапандағы жалғыз үй» кітабын оқыған болатын, романын оқыған болатын. Сол роман арқылы мен сол кездегі кеңес үкіметінің үстемдігі, ашаршылық дәуірі, яғни өзінің кейіпкерлері Халел, Жәлел, Райхан арқылы осы туындыны бізге қалай әсем көркем етіп жеткізді. Осы туындыны, осы көркем шығарманы оқу барысында, яғни біз барлығымыз сол кезде, сол дәуірде жүргенде әсер алады екенбіз. Яғни әр адам осы туындыны оқу керек деп ойлаймын. Өйткені сол кезде қандай жағдай болғанын, неге, қалай ашаршылыққа ұшырағанын, неге біздің халқымыз, яғни қазақ халқы өзінің мал шаруашылығымен айналыса алмай ашаршылыққа ұшырағандығы туралы жалпы әдемі, әсерлі, көркем тілмен, яғни халыққа ой саларлық етіп жеткізе білді. Жалпы менің ойымша, кітап оқу миға жасаған жаттығумен тең болып келеді. Ал Николай Островский атындағы кітапханада сіз өзіңізге керекті, өзіңіз жаныңызға жақын кітапты, туындыны таңдап тауып ала аласыз. Назарларыңызға рахмет.